жақсы естіліп тұрса, онда қайырлы күн деп бүгінгі мынау өзімнің дәрісімді бастайын. Бүгінгі дәріс екі тақырыпта болады. Бірінші тақырып киелі табиғат, екінші тақырыбы қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі деген тақырыбында өтеді. Мынау табиғаттың өзінің ерекшеліктері бар. Табиғат тылсым сырларға толы. Адам табиғатсыз өмір сүре алмайды. Және табиғатпен тығыз қарым-қатынаста. Қазақ халқы сол табиғаттың өзі бақылап қыр-сырларына қанық болған. Мынау жер бетіндегі бүкіл тіршіліктің негізі 4 нәрсе дейтін болсақ, ол жер, су, күн, ауа. Енді осы және тіршілік көзі от. Енді осы тіршілік көздерінің егерде бірі жоқ болса, онда өмірде болмайды. Онда әрине мұның барлығын қазақ халқы өзі тереңнен түсінген. Яғни мынау жерді қадірлеген, қастерлеген қазақ халқы, отты қадірлеген, суды қадірлеген, ауаны қадірлеген. Жерді анаға теңеген. Жер ана, су ана, от ана деген сөздер бар. Және өмірде мынадай тыйымдар бар. Суға дәрет сындырма. Және сонымен бірге отты аттама, суға түкірме, көкті де қадірлей білген, аспанды, көкке түкірме, көкке тас лақтырма деген сияқты өздерінің осындай тыйымдарын пайдаланып айтып отырған. Әрине, бұның барлығы біздің сонау халқымыздан келе жатырған мұралар деп айтуға болады. Соның бірі, мынау қазақ халқында осы табиғаттың өзінің қалпын сақтау үшін өте керемет, яғни табиғатта дұрыс қатынастарды қалыптастыру үшін өте керемет сөздерді пайдаланған. Ол сөздер жаман болады және обал болады деген сөздер. Міне жаңа өздеріңіз біліп көріп отырғандай, мысалы суға түкірме деп жатыр, отты үрлеме, оттың үстінен аттама дейді. Осының барлығы нанымдар, сенімдер, киеге табыну, яғни айтқанда, міне осылардың барлығы сол осындай наным сенімдер арқылы қазақ халқы табиғатты қорғауды өздері реттеп отырған, ұрпақтарына айтып, жаман болады, обал болады деген сөздерді айту арқылы бәрін қалыптастырып отырған екен. Енді мынау көптеген тыйымдар бар, өздеріңіз де білесіздер. Мынау айға қарап қолыңды шошайтпа, жұлдызды санама деген, мысалы, соның барлығы осы баланың тәрбиесінде үлкен рөл атқарады. Яғни осы таным, нанымдардың барлығы қазақ халқының мынау мұралары болып келеді, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан. Бұл тәрбиенің алтын діңгегі деп айта аламыз. Тіпті мынау қазақта біз арғы атасы көкбөрден тарағанбыз дейді. Олар көкбөрінде киелі санайды. Және оны мынау ұрпақтан ұрпаққа көкбөрінің тарихы туралы айтып отырады. Мынау сонау жаугершілік заманда бір баланы өзінің жау жақтары қол аяғын кесіп тастайды, далаға тастайды. Міне сол кезде жаңағы қасқыр, аналық қасқыр келіп, баланы жарасын жалап жазып, тамақтандырып, баланы өлімнен аман алып қалады. Кейін ол бала үйленіп, осы ұрпақ таратады. Міне сол көкбөрден тараған ұрпақтарымыз деген сондай аңыздар бар. Мынау қазақ халқында төрттілік малды да өте киелі санайды. Қазақ халқы түйені сордан жаратылды дейді. Яғни сордан, бұл сортаңды жерлерде өмір сүреді, шөлге төзімді жануар.
Ал енді сиырды судан жаратылды дейді. Өйткені сулы, нулы жерлерде жүреді. Қойды пештен жаралған дейді. Өйткені ол сондай жуас, момын. Жылқыны желден жаралған дейді. Жылқы желдей жүйрік. Ешкіні тастан жаралған дейді. Өйткені таудан тасқа секіріп жүреді. Және осы төртлік малдың өздерін сақтап отыратын, мынау түрлі аурулардан қорғап отыратын, өсіп өнуіне көмегін тигізіп отыратын аталары бар. Мысалы, пірі бар. Мысалы, айтатын болса, түйенің пірі ойсыл қара, сиырдың пірі зеңгі баба, жылқының пірі қамбар ата, қойдың пірі шопан ата, ешкінің пірі сексек ата деп аталады. Және осы табиғатты киелілігін ұғындыру мақсатында төртлік малдан басқа тағы да мынау аң құстарға, жәндіктерге, көптеген құстарға арналған көптеген ырым тыйымдары бар. Мысалы, айтады, қарлығашты мысалы өлтіруге болмайды. Неге? Қарлығаш киелі құс. Өрмекшінің торын бұзба, өрмекші киелі дейді. Түйе де киелі, жаңа айтып кеткен. Қазақ халқында түйенің жүнінен шұлық кимейді, онда ол ұлық болады деп. Аққуды атпа дейді, киелі. Енді құндызды аулама дейді. Шымшықты, торғай, міне осылардың барлығының киелілігі туралы ата-бабаларымыз айтып отырған, ұрпақтарына үлгі өнеге етіп, осылардың барлығын аңыздармен жеткізіп отырған. Енді біз осы жаңағы құстарды, аңдарды, төртлік малымызды барлығын қадірлеуіміз керек. Малдың басынан теппе дейді, малды ұрма дейді. Және наным сенімдер бар. Егерде сиырды сататын болса, мысалы, оның бас жібін алып кетеді өзімен бірге. Неге? Өйткені оның киесі басқа біреуге алып кетеді деген мағынада айтылады. Міне осы айтылғандарды құрметтеп, барлығын ырым жораларын жасап отырған екен. Енді айтар болсақ, мынау Шоқан Уәлиханов қазақтардағы шамандықтың қалдығы деген еңбегінде былай дейді: қазақтар киеге үлкен мән береді. Кейбір жануарлар мен құстарды, көшпелі тұрмысқа қажет заттарды киелі деп қастерлейді. Осы аталғанды құрмет тұту, ырым жорасын жасап тұру адам баласына байлық пен бақыт құт әкеледі деп түсінген. Ал осы кәделерді ұстамау, киелерді құрметтемеу жоқшылыққа душар етеді. Сондай құдіретті күші бар жан жануарлардың киесі бар дейді. Ал олардың өзі киелі деп атайды. Жан жануарлардың киесін қадірлемеу киенің қаһарын туғызады. Киенің ашуы, қаһары кесір деп аталады дейді. Міне барлығымызда жаңа айтып кеттік, мысалы қарлығаш киелі құс деп. Оны біздер өзіміз бала күнімізден өте жақсы білеміз. Мынау жаңағы масаның ызыңдап келіп, баланы шағып, оның қарнын сормақшы болған кезде қарлығаштың жаңағы ара түсуі, мынау шырылдап, сол кезде айдаһарға келген кезде жаңағы баладан алған қанды айдаһарға жеткізбей, жаңағы өзінің жеткізбеу мақсатында оған шырылдап жаңағы жүрген кезде айдаһар оның құйрығынан тістеп, оның құйрығы содан айыр болыпты деген ертегіні бәріміз өте жақсы білеміз. Міне сонда қарлығаш бұл адамға дос, сондықтан да оған тиюге болмайды дейді. Яғни осы киелі жануарларды қазақ халқы өте дәріптегенін, оларды үлкен наным сеніммен қарағанын көреміз. Киелі жануарларды зерттейтін ғылым бар. Ол ғылымды зоолатрия деп атайды.
зоо жан жануар деген мағынаны беретін болса, ал латрия деген ол құрмет тұту, табыну деген мағынада екен. Енді адамдардың ерте кезден ақ осы жан жануарларға табынғанын, оларды кие тұтқанын, оны мынау үңгірлерге салынған суреттерден де байқап көреміз. Мынау жаңа айтып кеттік басында, жерге табыну, күнге табыну деген. Мынау әсіресе наурызды мерекесінде, наурыз мерекесін жаңа жылды қарсы алу кезінде аналарымыз жер анаға тәу етіп, күнге табынған, яғни күнге сәлем еткен, күнді қарсы алу дәстүрі бар. Міне осылар осы айтып отырғанның нақты айғағы, дәлелі бола алады. Енді осы біздер қазіргі кезде мынау көп біздер бұл киелі аңыздарды оқып, ата-бабамыздан қалған, олар туралы балаларға да айтып жатқан жоқпыз. Әрине, оның да кесірі тиюде деп айтуға болады. Мынау 1980 жылдары, 70-80 жылдары киік біздің даламызда өте көп болды. Олардың саны 2-3 миллионға дейін жеткен екен. Ал енді 2003 жылдары 1,8 мың дарағы ғана қалды дейді. Қазақстан Республикасының үкіметі осы киіктерді қорғау үшін арнайы шешім шығарды, заң шығарды. Яғни 2020 жылға дейін осы киіктерді ауламауға. Және сонымен бірге осы киіктерді қорғау мақсатында 2007 жылы Ырғыз Торғай мемлекеттік табиғи резерваты ашылған болатын. Міне осы жерде осы киік қорғауға алынды. Бірақ қазір саны азайды деп жатырмыз. Оның үстіне қазір киік аулаушыларда өте көп, өйткені оларды мынау мүйізіне бола, олардың мүйізіндегі дәрі жасауға болатын, сондай қасиетіне бола, оларды көптеп аулауда. Енді осы табиғатқа деген құрметтің, табиғатқа деген сүйіспеншіліктің мүмкін аздығы болар. Қазіргі кезде тіпті адамдар тек қана киікті ату ғана емес, тіпті сонымен бірге сол киіктерді қорғап жүрген, табиғатымызды қорғап жүрген адамдарды да атып кетіп жатырғанын естіп, біліп отырмыз, көріп отырмыз. Міне сондықтан да сол ата-бабамыздан келе жатырған сондай киелі жануарларды қорғау мақсатында олардың киелілігі туралы айтып жеткізу, яғни олар туралы жаңа айттық, аңыздар, әңгімелер өте көп деп. Міне экософия деген ғылым жасаған екен. Арне Нес деген ғалым 1973 жылы. Міне осы Арне Нес бұл экософия ғылымы туралы бұл былай деп түсіндіреді. Яғни бұл табиғаттың киелі мәніне үңілу деген сөз. Бір күні Арне Нес өзі көшеде келе жатады да, бір топ ойнап жүрген балаларды көреді. Жаңағы балдарды әрі қарай байқап қараса, ол балдар құстарды, торғайды атқысы келеді. Міне сол кезде мынау балдар, жаңағы бала қарлығашты атуға ыңғайланады, сонда қасындағы балдар шулап қоя береді. Оны атуға болмайды, ол киелі дейді. Сонда неге деп сөйлейді, неге атуға болмайды деп. Сонда оған балалар айтады: сенің не атанаң үйіңде айтқан жоқ па, қарлығаш киелі құс екенін дейді. Содан жаңағы балдар тағы да одан әрі қарай жүріп келеді. Бір кезде жолдың үстіне қонған кептерді, көгершінді көреді. Енді жаңағы бала жаңағыдан гөрі батылсыздау сұрайды: мына кептерді атуға болама деп. Міне осы кезде жаңағы ғалымның ойына үлкен ой келеді. Біздер осы аң құстардың киелілігі туралы айтып, балдарға насихаттап отыруымыз керек екен. Міне сол кезде
олар оның киесін, оның түсінер. Сол кезде осы табиғатты қорғау, сүйіспеншілік мәселелерін олар ұғар дейді. Міне қазіргі жағдайымызда, міне осы бұл енді халықтық педагогика болып саналады, халқымыздың мұрасы, және бір жағынан бұл балаларға берілетін экологиялық тәрбие. Сондықтан да біздер бұған енді ерекше мән беруіміз керек. Осы экософия ғылым есебінде ғылымды дамыту және осыны біздің осы өлкемізде де айтып түсіндіру мақсатында біздің елімізде мынау отбасы хрестоматиясына байланысты, хрестоматиясы бағытында экософия немесе киелі табиғат деген міне осындай кітап жарық көрген. Бұл кітап 1919 жылы Алматы баспасынан шыққан. Бұл кітаптың жобаның авторы Санжар Керімбай, идея авторы Бағдат Құдияр. Міне осы жерде өте жақсы Арне Нестің бастамасыменен осы басталып жасалған кітап. Оның ішінде көптеген осы біздің жеріміздегі мекендейтін аң-құстарға, жануарларға байланысты көптеген аңыздар, әңгімелер жинақталған. Мынау соның бірі Ақбөкен неге киелі дейді. Мынау адам ата жерге түскен кезде бүкіл жан-жануарлардың барлығы да адам атаны көргісі келеді. Бәрі де жан-жақтан асығып адам атаға қарай келе бастайды. Міне сол кезде мынау Торғай даласынан Жәді тауына дейін жүгіріп, тұяғының бәрі мұқалып, мынау Ақбөкенде келіп жетеді. Бұл келеді де сол адам атаның үйінің алдына келіп, әлсіреп шаршайды. Міне сол кезде адам ата оны қолына алып, оны үйіне алып келеді, інжірдің жапырағын жегізеді және оның тұмсығынан сипайды. Адам ата оның тұмсығынан сипаған кезде тұмсықтары желбіреп, көздері мөлдіреп шыға келді дейді. Онан кейін жайлап оның әдемі мүбәрәк қолыменен арқасын сипаған кезде үстінен жұпар аңқыды дейді. Ал енді оның белінен сипаған кезде бұл ешбір жануарға тән емес ерекше қасиет, өзінің ішіндегі төлінің жынысын өзгерте алатын қасиетке ие болды дейді. Енді мүйізінен оның тұяғына мүбәрәк қол тигенде оның желден желгір болды. Енді мүйізіне мың бір дертке ем болатын, мүйізінен сипағанда қасиет қонды дейді. Енді міне осындай жаңағы біздің адам ата сипаған кезде міне осындай қасиеттерге ие болады. Сол кезде одан сұрайды: ал енді Ақбөкенім, сенің қандай бұйымтайың бар дейді. Міне сол кезде Ақбөкен оған өзінің төлдеген кезде төлдері шыбын-шіркейге жем болатын, оны мынау жыртқыштардың жеп кететінін айтады. Оған өзіне көмектесуін сұрайды. Және тіпті желдің бұған енді күш алып кетуге сол кезде қоректің де бұған қоректік шөптің де аз екендігін міне айтады. Сол кезде осы Ақбөкеннің балалары жейтін мынау түйетабан деген шөпті өсірген екен дейді. Міне далада түйетабан деген шөп шыққан жас киікке арнап осы шөп шыққан екен. Енді бұл шөп тек қана сол төлдер, Ақбөкен төлдер кезде ғана көгеріп көктеп шығып, кішкене лақтарға азық болған дейді. Енді осы біздер, мен өзімді мысалы көп ойландырды. Осы жаңағы түйе жапырақ деген шөп шығады екен, шыққан кезде осы Ақбөкендер лақтайды, оларға қасқыр да тимейді осы кезде.
деп сонда мен өзім ойланғаным, оның қандай қасиеті бар екен. Және ол туылғаннан кейін көп ұзамай-ақ бұлар жүгіріп кетіп жатады, анасына еріп кетіп жатады. Міне осы туралы мына түйетабан шөбі деген осы жерде аңыз айтылады. Ертеде мынау ақбөкен мен түйе өте қатты дос болады. Екеуі төлдейді, бетпақдаланың шөлін мекендеген екеуі де. Түйе боталайды, ақбөкен лақтап. Енді міне осы кезде құралайды да, міне осы кезде жаңа ақбөкен лақтап, құралайы оның өте әлсіз еді дейді. Бауырын көтере алмай, тұяғымен тұра алмай сүріне беріп дейді. Сүріне берген. Қашса қасқырға тұтылып, жел тұрса дауылға жұтылып мерт болады екен дейді. Сөйтіп елігінен айырылған ақбөкен еңіреп жылайды. Міне оны бұл түрін көргеннен кейін түйе мынау сахара мезгілде тәңірге боздап мұңын шағады. Құдай сахарада тілеген тілекті қабыл алатын еді. Ол түйеге: әй түйе, табаныңмен жерді қатты бас, сол жерден бір шөп өсіремін. Құралай соны жесе, бойына ерекше күш қуат. Жерді қаттылап одан сайын әрі қарай баса береді. Ол басқан сайын жаңағы шөп шығады. Кейіп бұған қатты қуанады. Яғни бұл шөпті жегеннен кейін жаңағы кішкентай құралай бірден жаңағы өзіне әл күш жинап, бірден орнынан тұратын болған. Сөйтіп түйе басқан сайын шөп қаулап шыға берген екен. Осыдан бастап бұл шөпті түйетабан атап кеткен. Енді түйе осы уақытқа дейін сол жерді, топырақты әлі таптап жүреді деген аңыз бар. Оның табаны тиген жерден түйетабан деген шөп өсіп шыға береді дейді. Міне осындай аңыздар айтылады. Енді мынау тағы бір жақсы аңыз, ол мынау торғайға байланысты. Ертеде бір құстың тілін білетін Ділмаран деген дана болыпты дейді. Бірде торғайдың жанашыра шырылдаған даусын естиді. Жетіп барса, екі жүгірме құстың жұмыртқасын жарып жатыр екен дейді. Сол кезде құс шырылдап былай дейді: торғай деген атым бар, бір жапырақ етім бар, жұмыртқаны шаққандар, әкең жауға кетсінде, шешең өліп жетім қал деп қарғайды. Міне Ділмаран деген торғайдың тілін айтқан түсіне қояды да, барып баланың ата-анасына барып айтқан екен: мынау құстың қарғысы жаман, торғайдың наласы өтсе үйлеріңе қаза жетеді деп. Сондықтан да жет шелпек пісіріп садақа таратыңдар, нала да қарғыс та сонымен кетсін дейді. Сөйтіп баланың әке шешесі шелпек таратып пісіреді. Сөйтіп Құдай бұны кешіріп, ешкімде налаға қалмаған екен дейді. Міне осылардың барлығы да сол торғайға тиіспеу керек екен көрсетеді. Міне осындай аңыз әңгімелерді айтып, насихаттап отыратын болсақ, балалар да ол аң құстарға тиіспеген болар еді. Міне енді бұл кітаптың ішінде бұдан да басқа көп деген аңыздар бар. Мынау пайғамбардың шақтасы, өрмекшінің торын неге бұзба дейді. Енді көп деген аңыздар бар. Осыларды ата-аналар алып, және сонымен бірге музейдің қызметкерлері мынау мектепте, балабақшада осы аңыздарды балаларға оқып берсе, олардың бойында осы табиғатты сүюге деген, оларды себепсіз табиғаттағы жансыздарға тиіспеу, жандыларға зиян келтірмеу сияқты өздерінің үлестерін қосар еді. Міне біздер білеміз, қазақ халқы
ол аңшылықпен айналысты. Аңшылықпен айналысқанмен қазақ халқы осы табиғаттағы тепе-теңдікті үнемі сақтап отырған, табиғатқа қатыгездік жасамаған. Қатыгездік жасау ол қазаққа мүлде тән емес нәрсе еді. Өйткені қазақ халқы тек қана мына қасқырды, шибөріні, аюды өздеріне кәдімгі зиян келтірген кезде ғана оларды атып отырған. Мылтықты көп пайдаланбаған қазақ халқы аңшылықпен айналысқанда көбіне олар мынау ителгі, қыран бүркітпен тазы салып аң аулаған, сейіл құрған. Аңшылықты негізінен қазақ халқы ата кәсіп ретінде осындай қолданған екен. Ал енді мынау біздің қазіргі кездегі мынау ұрпақтарымыз осы әр нәрсенің киесін біліп, яғни аңызды киесін біліп, танып, осы аңыздарды оқып өссе дейміз. Міне енді осыған байланысты мынау Мұзафар Әлімбаевтың мына өлеңін оқып бергім келеді. Туған жерді сүю парыз, сүю үшін білу парыз, қасиетін ұғу парыз, күзетінде тұру парыз. Танымай өтеміз бе киеліне, қырсығы білместіктің терінде, ұрпағың дал болар ма ағаш таппай, кәдімгі домбыраның тиегіне дейді. Міне, сондықтан да біздің әрбіріміз осы әрбір адам табиғат анаға қарыздар екенін естен шығармау керек. Табиғатты аялауымыз керек, табиғатты күтуіміз керек, табиғатты сақтауымыз керек. Жаңа айтылып жатырған мынау ата-бабалардан келе жатқан табиғатқа деген сүйіспеншілік, туған жерді сүю, міне осының барлығы сол ата-бабаның құнды мұрасы. Табиғатты аялау ол осы қазақ халқының дәстүрі болып табылады. Ата-бабаның бұл табиғатты аялау дәстүрі деп айтылады. Яғни бұл экологиялық тәрбие жас ұрпаққа берілуі тиіс. Бұл экологиялық тәрбие осы адамгершілік тәрбиесінің құрамдас бір бөлігі болып табылады. Әрине, осы тәрбиенің барлығы отбасынан басталады. Отбасы шағын мемлекет. Отбасы отанымыздың тірегі, мемлекетіміздің тірегі. Адам бойындағы бүкіл туған жерге елге деген сүйіспеншілік, адамгершілік, парасаттылық, білімділік, намысты болу, жігерлілік, міне осылардың барлығы да сол адамға отбасында қалыптасады. Міне отбасында тәрбиені беретін ата менен ана, яғни әке шеше. Қазақта айтады, әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді. Ал қазақ халқында осы отбасының ұйтқысы, берекесі осы әйел ана. Әйел ана, ол өмірге ұрпақ әкеледі. Сол ананың ақ сүтіменен адам бойындағы барлық қасиеттер қалыптасады. Сол анамыз, ана отбасындағы қазақта баланың тәрбиесінен баланы тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Яғни үлкен қызмет ананың мойнында. Сондықтан да ана мынау ақ сүтіменен бүкіл қасиеттерді бойына дарытады деп жатырмыз. Мынау қазақтың тілін, әдет ғұрпын, салт дәстүрін міне баланың бойына сіңіретін, оны баланың бойына сіңіріп қана қоймай, немересіне, шөбересіне жеткізетін, одан әрі дамытатын да осы әйел ана. Сондықтан да бала тәрбиесінде отбасында аналардың алатын орны өте зор деп айта аламыз. Енді бүгінгі біздер қыздарымызға өте жақсы тәрбие беруіміз керек. Өйткені бүгінгі қыз бала болашақ жар, болашақ ана дейміз.
міне сол қыздарымыз білімді болу үшін, сол қыздарымыз өнегелі, өнерлі, ақылды, парасатты, қолынан іс келетін, шебер болу үшін міне аналар отбасында оған үлкен күш салады. Өйткені қыз баланың тәрбиесі анаға тікелей байланысты. Қыз баланы анасы түрлі істерге үйретеді. Мынау үйді тазалау, тамақ жасау, тоқуға, мысалы осындай көп нәрселерге, еңбекке үйретеді. Мысалы ауылдық жерде болса, сиыр саууға, құрт пісіруге, ірімшік қайнату, міне осылардың барлығына да анасы үйретіп отырады. Және анасы оның есіне салып отырады. Болашақта сен бір үйдің отбасын алып отырасың. Сен бір отбасының берекесін кіргізетін ана боласың деп. Әрі істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы деп айтып отырады. Қазақ халқында қыз баласы 12-ке келген кезде киіз үйдің оң жағынан қыз баланың төсек орнын бөліп жинайды, және ол жерге перде ұстайды. Жаңағы қыз баланың төсек орны қосаға деп аталады, ал ұсталған перде ол көсеге деп аталады. Міне қыз күйеуге шыққан кезде оған қосағасы, көсегесі өзімен бірге алып кетеді. Ал күйеуге шығардан 6 ай бұрын ол өзі қыз бала тамақ істеп, қонақтарды күтіп, өзінің дос-жаран қыздарыменен сырласып, өзі бөлек үйде отырады. Ол доғалаң деп аталады. Қазақ халқы өзінің қыздарының тәні ғана сұлу емес, сонымен бірге жаны сұлу болу үшін көп тәрбие берген. Яғни оған адамгершілік тәрбиелері сұлулығымен қоса оның әдепті болуы, қыз баланың әдебіне байланысты. Әдепті болуы, парасатты болуы, салмақты болуы, міне осы жақтардың бәрі ескеріліп отырған. Қазақта қыз балаға 40 үйден тыйым дейді. Яғни қыз баланың жарыса сөйлеуге тыйым болған, өсек айтуға, өтірік айтуға, не көптеген тыйымдар бар, не сол тыйымдарды ұстанған. Және сонымен бірге қазақта 3 сөз бар, мынау жаңада айтып өттік: жаман болады, ұят болады, обал болады деген сияқты сөздермен тәрбиелеген. Яғни қазір біздер мынау қыздарымыз шашын жайып жүреді ғой, міне соларға айтып атамыз. Бұрын қазақ халқының қыздары шашын жаймаған. Қазақ халқында шашты жайып жүрсе жаман болады. Мынау ата-ананың атына ұят келтірсе, ата-ананың артына сөз келтірме, атына ұят болады, өсек айтпа, ұят болады деп, жаңағы барлығын сыпсаңдап сөйлеуге ұят болады деп, осылардың барлығын айтып отырамыз. Енді міне сонымен бірге қыздардың көркі шашы дейміз. Міне осы жағынан алғанда да қазақта мынау әйел аналар қыздардың шашын күтуді де үлкен өнер санаған. Олардың шашын айранмен, қынамен жуған. Қыздардың киіміне де, киім киісіне, жүріс тұрысына да өте қатты қараған, көңіл бөлген. Олардың киімдері мынау қос етек көйлек киген, қос етек көйлек, бастарына құндыз бөрік, аяқтарына етіктер тіктірген, арнайы қызға арнап, дүрия бешпет киген. Міне олардың киімдерінің де сондай әдемі болуына көңіл бөлген. Міне осы тұрғысынан айтатын болсақ, олардың сонымен бірге қыздың көзі қызылда дейді. Олардың мынау күмістен жасалған бұйымдар, қыз келіншектердің, оның да атқарған рөлі зор болды. Біздің музейдің этнография бөлімінде
міне зергерлік бұйымдарда көптеп сақталған. Бұл зергерлік бұйымдар Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінде ерекше құнды дүниелер, мемлекеттік маңызы бар дүниелер деп айта аламыз. Міне біздің музейде сақталған қыз балалардың жырғасы, сырғасы, өңір жиегі, шолпы, шашпаулары көптеп саналады. Жүзіктері, құстұмсық жүзік, аналардың неше түрлі таққан зергерлік бұйымдары біздің музейдің экспозициясында бар. Мынау қыз балалардың киімі, мынау ұзатылған кезде аналардың ұлттық киімдері музей экспозициясында бар. Олардың жасалуы да өзіндік батыс өңіріне тән стильде жасалынған. Енді қазіргі кезде мынау қыздарымыздың киім киісіне қарап отырсақ, бұлар қазір қалыпқа бірталай келді деп айтуға болады. Бірақ кейбір қыздарымыз бар, осы қыздардың киімдеріне қарап ескертуде айтатын кездеріміз болады. Мынау қазіргі қыздарымыздың тағы бір жақсы нәрсесі, ол қазіргі мынау шаштарын өсіріп жүр қыздар. Бұрын шаштары келте болатын еді, бірақ арасында сол батысқа еліктеушілік бар. Сондықтан да осы ретте мынау ұлы ақын Абайдың сөздерінде еске салғым келеді. Әсемпаз болма әрнеге дейді. Міне біздер осы қыздарымыздың тәрбиесін жолға қою мақсатында облыстық тарихи өлкетану музейінде шолпы деген клубты ашқан болатынбыз. Қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі дейміз, қыз тәрбиесі ұлт болашағы дейміз. Яғни бүгінгі қыздарымыз біздің денсаулығы мықты болу керек. Олар білімді, жан-жақты, барлығын білетін, әдет ғұрып, салт дәстүрімізді бәрін меңгерген, жаңағы наным, сенімдер ата-бабамыздан келе жатырған. Міне осының барлығын олар білу керек. Өйткені болашақ ұрпақты тәрбиелейтін осы бүгінгі қыздарымыз. Елбасымыз өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында айтқан болатын. Болашағымыздың қандай болатыны бүгінгі біздің берген тәрбиемізге тікелей байланысты деп. Сондықтан осы бүгінгі қыз балалардың тәрбиесіне өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан да осы қыз балаларымыздың тәрбиесіне үлес қосу мақсатында музейдің жанынан шолпы деген қыз балалар клубы ашылған болатын. Бұл клубтың негізгі мақсаты да осы ата-бабамыздың тәрбие мектебінен қыз балаларға дәріс беру болып табылады. Яғни қыздарымыздың мынау болашақта ана болатындығы туралы айтып, бүкіл мынау еліміздегі мемлекетіміздің дамуы, еліміздің өркендеуі, міне осылардың барлығы қыз баланың тәрбиесіне байланысты екен, сол қыздардың қолында екен, соны түсіндіріп айту біздің клубымыздың басты мақсаты. Өйткені біздің болашақ ұрпағымыз мықты болу керек, ол жан-жақты болу керек, білімді болу керек. Мынау ата-баба салт дәстүрінде білу керек. Егер біздің қыздарымыз олар денсаулығы нашар болып жатса, өздері көп нәрсені білмей, өзіміздің мынау тарихымызды, мәдениетімізді, рухани мұраларымызды білмей жатса, онда біздің болашағымыз да сондай әлсіз болады. Яғни болашаққа біздер сеніп отыруымыз керек. Мынау ол үшін, сенімді болу үшін бүгінгі ұрпақты да тәрбиелеуге мықты көңіл бөлуіміз керек. Негізі мынау шолпы деген бұл этнографиялық бұйым. Шолпының өзінің де тәрбиелік мәні зор болған. Шолпы негізінен күмістен жасалған. Қазақ халқында мынау зергерлік бұйымдардың барлығы дерлік күмістен. Мынау шолпы шашының ұшына таққан кезде мынау шашты жын шайтандардан қорғайды деген наным болған. Және сонымен бірге мынау ұзын шашты тіл көзден сақтап отырған.
Енді шолпылар күмістен жасалды дедік. Олардың салмағы кейде 2-3 килограммға дейін барған. Міне сол ауыр салмақты шолпыны 2 бұрымға таққан кезде, әрине біздің қыздарымыз ол ауыр салмақтан шаш төмен қарай тартқан кезде, шашты шолпы, яғни олар шалқайып қалмайды, енді олар басын көтереді. Сол басты көтерген кезде, мынау 2 иығы олардың өзінің қалыпты болып, олардың бастары көтеріліп, мынау омыртқаның түзелуіне де, түзу болуына өзінің әсерін тигізеді. Яғни қыздарымыз өздерінің бойларын тіктеп, омыртқалары түзу, әдемі жүріп тұрады. Яғни бұдан көретініміз, сол ерте кезден ақ біздің ата-бабаларымыз сол қыздарымыздың сұлу болып өсуіне, бойларын тік ұстап әдемі жүріп тұруын сол кезде ақ қадағалаған екен дейміз. Қазіргі кезде айтамыз, мынау сән көрсететін қыздар деп. Міне сән көрсетуге лайық, әдемі, сымбатты сұлу қыздарды біздің ата-бабаларымыз сол кезде тәрбиелеген екен. Енді бұл шолпы, ауыр салмақты шолпы, бұл жүрген кезде әдемі ырғатыла қозғалып, әдемі қыздардың шашында қозғалып, сонымен бірге мынау қыздарымыздың әдемі жүріп тұрсына әсер еткен. Яғни шолпы тек қана әдемі ғана сыңғырлаған дыбысы жай ғана естіліп барады. Ал егерде қыздар шалт қимылдаған кезде, ол қатты сылдырлайды. Сол кезде жұрттың назарын өзіне аударады. Жұрттың назарын өзіне аударғысы келмеген қыз бала әдемі, өзін салмақты ұстап әдемі жүріп тұрады екен. Енді сонымен бірге шолпының тағы да бір қасиеті, шолпы ауыр салмақты, шашты қозғалған кезде шаштың мына түбіне массаж жасайды. Сөйтіп бастың қан айналысымында жақсартуға көмектеседі екен. Міне сол жағынан алған кезде бұл шолпы қыз балаларымыздың мінез құлқын, яғни жақсартуға өзінің көп көмегін тигізіп отырған. Міне біздің қыздарымыздың қазіргі кезде осы біздің қаламызда айтатын болса, көптеген шолпы клубының мұрындық болуыменен клубтар ашылды. 31-ші мектепте шолпы кішкентай қыз балалар клубы 2013 жылы ашылды. Дарынды балалар мектеп интернатында Еркенас клубы ашылды. Жаңағы 31-ші мектептегі клубтың жетекшісі осы шолпы клубының кеңес мүшесі Орынгүл Ыдырысова. Негізіне шолпы клубының 17 кеңес мүшесі бар. Олардың барлығы да сол Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздіктері, денсаулық сақтау ісінің үздіктері, бала тәрбиесіне аса мән берген, бала тәрбиесімен айналысып жатқан ұстаздар, көп балалы аналар және сонымен бірге әкелер де бар. Өйткені қыз баланың тәрбиесімен әкелер де айналысқан. Енді жаңағы Назерке деп клубын айтып жатырмыз, дарынды балаларда деп. Онымен күні кешеге дейін Ақжеңіс Жаналина апай айналысты. Мынау облыстық балалар ауруханасында Таңшолпан қыз-келіншектер клубы, осы клубтың кеңес мүшесі Әлия Бейсенғазы апайдың бастамасыменен жұмыс жасап жатыр. Медицина колледжінде Шашбаулым қыз балалар клубы қазіргі жетекшісі Аман, сол колледждің қызметкері және үлкен біздерге қолдау көрсетіп отырады. Тәрбиешісінде орынбасары Самал Мұсақызына рахмет айтқым келеді. Көлік коммуникация колледжінде Айқара көз клубы ашылды. Мынау Ырғыз ауданында байланыста жұмыс жасап отырмыз. Әлібек Ырғыз музейінің директоры тығыз байланыста жұмыс жасап, сол жерде Үкілім қыз-келіншектер клубы жұмыс жасап отыр. Және ең бір
мынау Жұбанов университеті біздермен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Міне Жұбанов университетінде педагогика факультетінде шолпы тағылым орталығының тұсауын кескен болатынбыз. Оның жетекшісі осы клубтың кеңес мүшесі Гүлайым Істілеуқызы Төретаева. Осы университетте жас келіндер мектебі ашылды, тарих факультетінде. Оның жетекшісі клубтың кеңес мүшесі Жазира Оразаева. Міне осы және 30-шы мектепте осындай клуб ашылды. Енді осы оған да енді біздің клубымыздың өзіндік әсері болды. Міне осындай клубтар ашылып жатыр. Енді кейбір есіме түспей жатыр. Міне осылардың барлығымыз бірлесе отырып, бірге жұмыстар жасап отырмыз. Енді қазіргі кезде клуб облыс деңгейінде жұмыс жасап жатыр деп айта аламын. Көп ретте бізге қолдау көрсетіп отырады. Ақтөбе облыстық әйелдер істері және демографиялық саясат жөніндегі комиссияның хатшысы Ақмарал Рахметоллақызы Хон. Әйелдерді қолдау орталығымен бірлесе жұмыс жасаймыз. Енді көптеген оқу орындарыменен бірлесе жұмыстар жасап отырмыз. Әрине олардың барлығына да үлкен рахмет айтамын. Өйткені жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Барлығымыздың міндет мақсатымыз бір, жұмысымыз алға қойған мақсатымыз бір. Қазіргі қыздарымыз осы тәрбиеге байланысты өздерінің ой пікірлерін айтып, дөңгелек үстелдер, танымдық сағаттары үнемі өткізіліп отырады. Оның қыздарымызға берер пайдасы мол деп айтқым келеді. Енді осы қыздардың тәрбиесіне байланысты көптеген салт дәстүрлер бар ғой. Соның отбасы тәрбиеде үлкен рөл атқарады деп жатырмыз. Міне осындайда қазақтың аналарының айтатын беретін тәрбиелерінің тағы бір түрі деп айтуға болады. Ол қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда, келінім, саған айтам, қызым, сен тыңда деген сияқты. Мінекей осындай жаңағы ақыл кеңестер беріліп отырады. Яғни қызына айтқанын келіні тыңдап іске жүзеге асырып жатса, ал келіне айтқан қызы құлағына құйып алып жатса, әрине бұл да өте керемет іс болады. Енді мына жерде айтып жатыр, Сақтаған Бәйішев университетінде жоқ па мындай бағыттағы клуб орталығы деп. Біздер Бәйішев университетімен де тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Мына экономика факультетінде әсіресе өте тығыз байланыста жұмыс жасап отырмыз. Қазір енді клубтармен есімдер жоқ. Мына Бәйішев колледжінде мынау қыз балалар тәрбиесімен байланысты өте көп шаралар өткізіп жүрміз. Олар қатысып та отырады. Және сонымен бірге осы тәрбие жұмыстарын Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы аналар, толеранттық мәселелермен айналысатын аналар кеңесінің мүшелері де осы біздің клубымызда үлкен жұмыстар атқарып келе жатыр. Бірлесе, міне Бәйішев колледжінде, Бәйішев университетінде міне осы бағытта да біздер үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Мынау қаламыздағы нөмірі 41 болу керек, ұмытпасам, кешкі мектептерінде және тек қана осы облыстық деңгейде мектеп, колледждер, университеттер ғана емес, сонымен бірге мынау ауылдық жерлерде де мынау облыс әкімдігі жанында әйелдер істері жөніндегі әйелдер істері және демографиялық саясат жөніндегі комиссия осы барлығы неше түрлі форумдар өткізіп жатыр, аналардың слетін өткізіп жатыр. Не осылардың барлығына қатысып отырамыз. Шолпы клубы және сол аудандарға барған кезде ауылдың аналары менен, олардың мектеп оқушылары менен, студенттері менен кездесулер ұйымдастырамыз.
кездесулер ұйымдастырып, ой пікірлерімен бөлісіп, ақыл кеңестерімізді береміз. Енді қыз тәрбиесі ол үлкен жұмыс, өйткені ол қазірден бастау алатын болса, қазір енді мына көпшілік адам бұған мән беретін болса, әрине бұл өте жақсы болар еді деп айтқым келеді. Елбасының біздер 2012 жылы шолпы клубы 2 наурыздан бастап жұмыс жасаған болса, 2012 жылдың 14 желтоқсанында елбасының Қазақстан 2050 стратегиялық бағдарламасы 14 желтоқсанда 2012 жылдың жарияланған болатын. Міне сол жерде аналарға, әйелдерге үндеу деген жарық көрді. Міне сонда елбасымыз осы қыздарымыздың тәрбиесіне көп ерекше көңіл бөлуіміз керек. Қыз болашақ ана, болашақ жар, шаңырақтың шырақшылары деген болатын. Міне сондықтан да біздер мынау қыздарымыздың тәрбиесіне өте көп көңіл бөлуіміз керек. Ата-бабаларымыздың өзі де осы қыздың тәрбиесіне аса мән берген. Оның дәлелі мана өзіміз айтып кеткендей, қызға 40 үйден тыйым деген. Қызымыздың өте жақсы болуы, қызымыздың абыройлы болуы біз үшін үлкен жетістік. Әйел адам, осы болашақ, қыздарымыз болашақ ана деп жатырмыз ғой, үйдің берекесін кіргізетін де осы әйел адам, үйдің отбасының ұйытқысы да әйел адам. Енді қыз баланың абыройлы болуы, барған жеріне тез сіңіп, ана болғанын біздер қалаймыз. Қыз баланың енді қыз балаларымыз тәрбиелі болсын, абыройлы болсын, ата-бабаларымыз абыройлы бол деп бата береді. Абыройдан айырмасын, абыройымыз төгілмесін деп тілек қылады. Мынау қыздарымыз қашанда сол абыройлы болсын, өте жақсы ана болсын деп, қыз тәрбиесі ұлтымыздың болашағы мықты болсын дегім келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.